виртуоз хирург. Бұл ұл баладан қыз жасайды, қыз баладан ұл жасайды. Әйтеуір балаларға жаңа туған күннен бастап, сол тай-тай жүріп біткенге дейін істемейтін неше түрлі қитырқалары жоқ. Мен оны өзім көзімен көрдім. Мына салада бұның көрінісінің ерекшелігі басқа ғалымдар, басқа мысалы хирургтар баяғы сүрле жолдың жобасымен келді. Бұл осы жолды өзі таңдап, өзі бастап, соңында өскен азаматтарды тәрбиеледі. Бұл жерден қаралып отыр тың жол әруақтарда қауіппен, қатермен байланысты. Соның бәрін атап өту ол оңайға түспейтін дүние. Камканың өзі академик сол жасағаннан кейін енді сенімім мол ғой. О деген мен наркоз беріп ұйықтатып тастағанда қорқасың ғой енді. Оянбай қалды масқара болып. Ұйықтап ештеңе білмей жатқаны. Оянғаннан кейін қуандық. Бір-екі күннен кейін жүгіріп кетті. Қолы жеңіл. Он имел счастье от природы быть самородком. Он бриллиант от природы, он алмаз. И его жизнь, вот эти все резцы, которые обтачивали этот алмаз, превращая его в бриллиант. Ал енді бұл оп-оңай майдан қылтартқандай өмір сүріп, осындай бақытқа, осындай табысқа оп-оңай жете қойған жоқ. Аш та болып көрді, тоқ та болып көрді, бар да болып көрді, жоқ та болып көрді. Өмірдің барлық қиындықтарын көрген адам, қиын өмір сүрген адам. Міне сол қиындықтардың барлығы Кәмекеңді езіп, егіп, сындыра алмады, майыстыра алмады. Қайта Кәмекеңді шыңдады, шынықтырды, қажырлы, өжет, қайраткер азамат етіп шығарды. Енді ол кезде бүкіл заман әділетсіз деп, мен оған әділетсіздік көрсетті деп айтпаймын. Адамдар, әр адам, мысалы бұл кісінің енді пенде болғаннан кейін әртүрлі адамдар болады ғой. Кейбір адамдар енді бұл кісіге бекерден бекер, нақақтан нақақ осы қызғаныш көрсетті ма, педиатрия директорлігінен кетіруге әрекет жасады. Үстінен арыздар түсіріп, сол кезде арыз түскен кезінде бұл кісіге Дінмұхамед Ахметұлы үлкен қолдау көрсетті. Кезінде бұл кісіге олай етпеңдер, ол қиянат болады, ол кісінің еңбегі бар деп, ол кісі еңбегі бағалады. Одан кейін алғашқы, біздің тәуелсіздік алғашқы жылдарда Нұрсұлтан Әбішұлы тікелей өзі көмек көрсетті. Сол кісі басшы болып келген кезде ол кісі жағдайдың оңды солын өзі анықтап алды да, бұл кісіні босатып жерген жерінен қайтадан педиатрия институтына директор қылып алып келіп Нұрсұлтан Әбішұлы қойғызды. Міне сондай жағдай болған. Ал енді кезінде анау жаңа сіз айтып отырған жағдай, сондай қудалаудың арасында пенделер, әртүрлі қызметте жүрген пенделер бір-біріне айтып, бұл кісіні партиядан шығару керек, анау деген әңгімелер айтқан. Сол кезде енді қызмет, менің сол кезде қызметіме байланысты ол мәселеге маған да араласуға тура келді. Мен айттым, ол партиядан шығаратындай ешқандай ол кісінің кінәсі де жазығы да жоқ, оны шығаруға жол беруге болмайды деп айтқаным рас, жол бергенім жоқ. Он мог бы разрушиться, он мог бы не пытаться противодействовать или там добиваться чего-то. Он мог бы остаться просто оперировать детей, быть просто хирургом, стать амбулаторным хирургом и так далее. И тогда бы, может быть, его функция бы и не выполнилась. Но в силу того, что он от природы такой самородок, и самородок вот с этим внутренним желанием изменять, улучшать, чтобы Казахстан и то, что делается здесь, было наравне и на уровне других стран и государств, этот его мотор, правильно работающий, и его способность, и его умение, и его токсичность
Для него истинно подходит слово «Восток – дело тонкое». И он при всех своих этих особенностях, если я возвращаюсь в памяти к тем встречам и к его выступления в той же Западной Германии или за границей, или на международных конференциях и докладах, это всегда было рациональное зерно, это всегда был огромный практический опыт, это были теоретические знания, и это было обобщение результатов с достижением новых научных данных, которые потом он претворял в жизнь. И не только в своей области, где он абсолютный корифей. То есть сегодня, выступая на съезде, на 7-м съезде педиатров Казахстана, его по праву назвали Нестером педиатрии, то есть основоположником детской хирургии и именно с позиции детского врача. Менің алдымда 3 ұл, 3 қыз болған. Олар әртүрлі себептермен аш жалағаш қой, енді олар 20-30 жылдары дүниеге келген шығар. Сол 3 ұл, 3 қыз 1-2 жасында қайтыс болып кеткен. Әке-шешем қайғылап, бала болмаса, ұл болмаса, артымда із қалдырмайды ғой деп ренжіген. Содан мен дүниеге келгеннен кейін әкем айтыпты шешеме, ақсақ болса да, соқыр болса да, бұны ұрма, тәртіпке келтірме, әйтеу аман есен жүрсін, сәруардың баласы ғой деп айтыпты. Байзақтоғай деген жер болған. Сол Байзақтоғайдан біз 1 километрден әрмен 1-2 үй тұратын тұғымыз. Сол жерде мектеп ашылды. Мынау осы жер Байзақтоғайының шеті, как раз Камалдың және менің туған жерім осырада. Мынау тұрған шамал биіктеу, үстірттеу жер, осырада тек қыстаудың, сол кездегі тамның орны ғана бар қазір. Ол енді мен, ол 36 жыл туған, мен 35 жыл туғанмын, онан бері мен қарай қаншама жыл болған, қазір жердің бедері өзгеріп кеткен. Мына жер теп-тегіс алаңқай жер, мына қазір мия шыққан ғой. Мына күзде дария қатарда, көктемде мұзларда дарияның суы әуіптір, ана дариядан шығып кететін тұғын. Мына жердің бәрі суарып кететін тұғын. Сосын ана үй шамалы қашықта болады, ана отырған биіктеу жерден, сол жерде үйдің барлығы. 10 шақтағы үй болғаны. Дарияның жиегінде мәуе мен тал, әр түрлі көктемдік шөптік жиде болатын тұғында. Енді көктемдегі иісі бұрқырап, сұмдық бір аромат иіс беретін тұғында. Бізге енді бір бұдан артық жер жоқ сияқты көрініп тұғын. Осыда бір азамат, біздің 7-ші класс бітірген біздің бір нағашыларымыз, жиендеріміз нағашыларымыз. 7-ші класс бітірген өзі. Осы қалаға келіп оқу бөліміне барыпты. Мұнда әскерге кеткен біраз азаматтардың, еркектің бәрі әскерге кетті. Осында 10 шақты бала бар. Қазір 7-8-де алды 10-да оқымай қалатын бұл. Маған бір 4-5 тақта бер, 4-5 парта бер, бір тақта бер. Соларға ең болмаса әріп үйретейін деген ғой. Мына қарсы жағынан істеген. Соған сұрадан мектеп ашылған. Соны бізді 3-4-ші классқа дейін сұрада оқытып, біз тым жақсы оқып сұрадан, 12 балам екен сондай. Соның ұстазымыз Отсқақ деген. Сол кісі бізге сабақ берді. Мен өзі бойымда кішкентай, шешем қолдан тоққан сумка жасап берген. Ол да ауыр, ішіне кітап салам. Сол орта жолға шейін барамда,
шешем енді мені еркелек қылып өсірді ғой. Сосын бір жарты булка, ол кезде соғыс жылдары болып жатыр ғой. Сол кезде неден күріштен жасаған нан салып беретін. Оны да сатып, жарты жылға барамда өзім шаршап, бойым кішкентай адам, жолда құлаймын да сол нанды жеп жатам. Бірінші классқа барғанда. Содан кейін балдар қайтады ғой, бір 2-3 сағаттан кейін солармен қайтып үйге келем. Әкем соғысқа кетті 42-ші жылы. 43-ші жылы қайтып кетті. Сосын мұғалімдер үйге келгесін айтып жатыр, балаңыз сабаққа бармайды, оқымайды деп. Содан кейін әкем айтты, сен білімсіз адам болсаң, адам болмайсың, сабаққа бар дейтін. Содан кейін барып 2-ші класстан бастап сабақ оқып, 4 класты сол колхозда бітірдім. Еркек атаулыдан адам жоқ, тек шал кемпір қалған. Бізді жұмысқа салды, жаңағы масақ теруге, андай-мындайға. Өгіздің басын жетеледік, қырман айдадық. Ана аттың үстіне мініп, таспенен қырман айдадық. Басын айналып кешке дейін. Соқаны сүйрететін жаңағы өгізде трактор емес, атпен, я өгізбен сүйретіп, соның басын жетектеп жүргізіп отырдық. Жер жүрдік, соған есін. Сол 4-ті бітіргеннен кейін осы Қармақша келіп, жаңағы Молтов атындағы мектеп бұл кезде. Соған оқуға түстік, 1 класста оқыдық, 10-ды бітірдік 53 жылы. Әр қайсымыздың жолымыз әртүрлі болды. Ассалаумағалейкум Зеке. Қотсыз ғой әлі. Жақып қалды дейді. Деңгеге өкпелеген жатып қаласыз ғой. Мүмкін дейді. Жарас деген Министерство иностранных трудов дейді. Айжан деген қызым, шешемнің ұстазым, бір жағынан ағайым менің. Соған байланысты кіріп шығайық деп отырмыз ғой. Балдар үнемі жақсы болды ғой, балдар, шүкір. Сондай жағдай айналайын. Бәріңнің қадамдарыңа нұр жаусын, бақытты болың. Құдайға шүкір деймін. Иә, неге осындай жандарды бергеніңе, осындай адамдармен өмірде бірге болғаныма мен өмір босқа кеткен жоқ деп есептеймін. Бәрімізде медик боламыз деп. Мен 25-ші июль айында келдім. Сол кезде түсірдің алдында зорлық-зомбылықтар көп болды ғой Совет үкіметі кезінде. Бізге орысша шығарма жаздырды. Сол 13-тің бір 7-8-і сол шығармадан 2 алды. Маған біреулер айтқан тұғын, өзімде орысша әдебиетінде грамматикасында білмеймін, аз жазсаң аз қате шығады деп. Бір 3 бет, 3,5 бет жаздым. Содан мен 3 алдым. Барлық 4 сабақтан 3 алып, 13 баладан мен өзім түстім. Міне тағдыр деген осы. Бірінші курстен бастап, бұл математика емес, физика емес, күн-түні оқу. Сол общежитиеде жаттық, бір бөлмеде, бір кроватта 2 адамнан 14 бала. Таңертең тұрып, ыстық су болатын, ыстық суға қант салып, нанмен тамақ ішемізде институтқа барамыз. Институтқа барған кезде анатомия. Анатомияда оқып жүрген кезде біз адамның сүйегін көргенде қорқатын ек, кейін кезде пирожки алып соның анатомияның қасында тамақ жедік. Күні-түні сабақ. Содан кейін барып мен сол 1-ші курстен бастап жаман оқыған жоқпын, 2-ші курстен бастап отличник болдым. Сол 1-ші курстен бастап мен ғылыми кружокқа қатыстым. Балалар, студенттердің кружоғы болатын. 1-ші курсте анатомия кафедрасына бардым. 2-ші курсте Ирин Кокуев деген биохимик болатын. Соның кафедрасына бардым. 3-ші курсте хирургия басталды. Михаил Иванович Брякиннің кафедрасына бардым. Сол кезде бізде 3-ші курс жүрген кезде Осип Сергеевич Глозман деген
белгілі ғалым болатын. Соның кафедрасына барып, иттерге опыт жасап, Марфа Сәулебекова деген доцент болады. 3-ші, 4-ші, 5-ші курста жүргенде менің ғылыми мақалам шықты. Сол кезде Горький қаласына бардым. Ал енді 6-ші курста балалар хирургиясы кафедрасы басталды. Соның кружогына қатысып жүрген кезде мен балалардың аяғының қисықтуына байланысты баяндама жасап Саратовқа бардым. Солда Сергей Дмитриевич Терновский деген член-корреспондент академияда. Содан премия алдым. 6-ші курс бітіргесін Осип Сергеевич Глозман аспирантураға қал деді. Оқуға түсердің алдында әкем айтқан тұғын. Сенің 3 жыл, 3 ағаң, 3 апаң қайтыс болды. Балалар дәрігері болса işte. Сосын балалар дәрігері даярлайтын факультетке түскенмін. Сосын әкемнің сөзі есіме түсті де, мен сол өмір бойынша итке опыт жасап жүрем бе, кандидат доктор оқып болам деп. Сол балалар дайындайтын кафедраға түсіп, балалар хирургия болдым. 66 жылы кандидатский қорғадым, аспирант болдым, Михаил Иванович Брякин деген. Ол әскери хирург болатын тұғын. Күнді түні тартыпты жақсы көретін тұғын. Ол айтатын сөзі хирургия полувоенный дисциплина. Военный айтқан кезде, генерал-полковник айтқан кезде, оны ешкім талқыламайды, орындау керек. Полувоенный деген сөз, ол әртүрлі мәселе жөнінен жұрттармен ақылдасасың, диагноз қоюға. Соның бәрін қорытындысын шығаратын профессор. Дұрысын қолдайды, дұрыс емесін қолдамайды. Черкасов 68 жылы пенсияға кетті. Сол кезде мені шақырды. Мен 32 жас дедім, кандидат науқпын. 32 жаста кафедрада меңгердім. 68 жылдан бастап осы уақытқа шейін кафедрада меңгеріп келе жатырмын. Содан кейін барып, сол тембідан 1-2 жылдан кейін барып, 71 жылы, 35 жасымда балалар хирургиясы жөнінен бірінші рет Қазақстаннан орысы бар, қазақшы бар, докторский диссертация қорғадым. 2 екпінің хирургияға операциямен емдеу туралы. Операция жасап, содан кейін 72 жылдан бері профессор болдым. Адам кенеттен апатқа ұшырады. Хирургиялық көмек қажет. Міне ол Камал Ормантаевтың алдындағы операциялық столға келініп үлгерді. 11-ші балалар ауруханасында емделушілер Алматы медицина институтының профессоры Ормантаевты әркез қуана қарсы алады. Медицина ғылымдарының докторы Камал Сәруарұлы балалардың ден саулығының үлкен қамқоршысы. Жуырда Алматыда болып өткен балалар хирургиясына арналған бүкіл одақтық конференцияда профессор Ормантаев емдеудің жаңа әдістері туралы қызықты баяндама жасады. Дәрігер Ормантаевтың қолы шипалы дейді жұрт. Мынау тамылжыған баубақ та дәрігердің қасиетті қолымен өсірілген. Задатки для будущего и не забыть про историю. Вот я думаю, что это одна из основных черт его характера и черт, которые характеризуют его и как специалиста, и как человека, который не просто работал врачом и оказывал помощь конкретным детям, а как организатору здравоохранения, человеку, который способен заниматься и выполнять научные программы с отдельного наблюдения до сбора данных и их обобщения в виде умозаключения на перспективу. Біздің институтымыз мұнағавадный Кәдірғали Ормановтың атындағы көше ғой. Сонда бір 2 этаждық үй болатын. Сонда ғана тұратын. Айналасы жекеменшік үйлер, бізге шетелден адамдар келеді. Иттер үріп атады. Содан кейін Димаш Ахметовке барып, областной больница салынып атқан.
соған бізге берсеңіз, дедім. Осы мынау барлық жағынан осы балалар хирургиясының институтына тура келіп тұр екен деп демекеңді соған көндіріпті. Ол кісі енді сол дұрыс барлық түсініктеме берген адамдардың терең қарайтын енді. Шын мәнінде керек екені керек. Ал енді мен қалай жағдайда боламын? Облысты басқа соншалықты еңбек еткен. Кәмекең айтын, ойбай, сіз енді мәселен шешіп кепсіз ғой деп. Маған келмей шешіпсіз деп. Сөйтсем, сізге келсем, сіз келіспей қойсаңыз, одан кейін Қонаевқа баруым қиындап кетеді. Енді қазір сол больница осы уақытқа дейін істеп жатыр ғой, мысалы. Ормантаев пенсияға кетті, бірақ та больница базасы бар, жақсы жерде, Алатаудың бөктерінде, Алматының төрінде жаңағы больница тұр. Әрине, ең бірінші ғалым ретінде қарау керек Кәмекең. Үлкен ғалым ретінде. Ал оның кейін ұйымдастыру қабілеті. Ол екі нәрсе. Ол енді жаңа айтқандай ата-анасынан табиғатына берілген қасиет. Ол әркімнің оқып үйренетін нәрсе емес, кейбір уақытта өзінде бар қасиеттер. Сөйлеген сөзі, елмен араласуы, сонан кейін сол айтқан сөзін орындата білуі, елді тыңдай білуі, басшыға тән нәрселер. Соның барлығы Кәмекеңнің басында бар. Сондықтан бұл кісі ұйымдастырушы болып жүр. Сондықтан директор болып жүр. Бірақ та директор болып жүріп, ғылыми жұмысынан алыстаған жоқ. Қайта барлық мүмкіншілігін сол жаққа салып атты. Облыстық аурухананы бүкіл республиканың мүмкіншілігіне алып беру, ол басқа адамның қолынан келмейді, Камал болмаса. Камалдың ол кездердегі емес, сол әруақтардағы сол ұлт сүйгіштік, патриоттық сезімнің үлкен көрінісі деп есептеймін. Оның жетекшілігімен ғалымдар шықты, ғылым кандидаттары, ғылым докторлары, олар осы салада басқару жүйесінде кереметтей көріністер берді. Бүкіл республика бойынша. Астана бар, Қарағанды бар, Ақтөбе бар, тағы жерлердің бәрінде оқушылары Камалдың өзінің жетістігін арманға жалғастырды. Помимо трубки, что лет болды стол? Температурасы. Қазір 37-де 9. Камал Саруарович очень много сделал, являясь директором Института педиатрии и детской хирургии. Он создал целую школу врачей детских хирургов. Он впервые в Казахстане внедрил сложнейшие высокотехнологичные операции у детей. И самое главное, он сделал так, что педиатрическая служба огромных успехов достигла за годы независимости. За 20 лет у нас значительно улучшились показатели. В этом его большая заслуга, так как Центр педиатрии, Институт педиатрии являлся методологическим центром. Он обучал врачей не только в самом институте, но и Камал Саруарович объездил все буквально регионы нашей страны. И в отдаленных аулах он учил врачей. Он учил врачей в сельских участковых больницах. И его знание, его авторитет для нас, педиатров, всегда был непререкаемым, потому что он умел и поругать, и похвалить, и самое главное, он всегда умел найти талантливых хирургов, талантливых педиатров, поддержать их в нужных моментах. Поэтому у него так много последователей, много его учеников, которые защитили кандидатские, докторские и просто стали хорошими врачами, спасающими жизнь наших детей. Енді академик Камал Саруарұлы Ормантаевтың көптеген шәкірттерінің бірімін. Осы ауданда қазір жұмыс істегеніме 38 жыл уақыт өтіп кетті. Алматы мединститутында оқып жүрген кезде ол кісінің лекцияларын тыңдап, келешекте дәрігер болсақ екен, сол кісі секілді білімді болсақ екен, абыройлы қызмет жасасақ екен, халыққа белгілі дәрігер болсақ екен деген арман болған. Неке сол армандарымыз, мен ойлаймын, орындалды деп 1996 жылынан бастап осы біздің
ауданның балалары ғылыми зерттеу педиатрия институтымен біз Камал Саруарұлымен бірлесіп отырып программа енгіздік. Ол кісілер біздің балаларымыздың денсаулығын зерттеп, мына зиян, экологиялық апаттың зияндылығын бәрін дәлелдеп отырды. Сол институттың белгілі мамандары, профессорлар осы бізге көмек ретінде келіп, балаларды емдеуге көмектесетін. Профессорлармен қатар сол балаларды емдеуге сондай озық тәжірибені біз алмасып отырдық. Это благодаря ему детская гематоонкология, такая сложная, дорогостоящая патология в отношении своей диагностики и лечения, была под его именно чутким руководством введена в годы, когда в других государствах даже не пытались это слово запомнить, лейкемия или лейкоз, а он не то что не интересовался, а он видел ребенка, видел тяжело больного ребенка и знал, что где-то таким детям могут помочь. И он хотел, чтобы это было и в Казахстане. И в этом его многоликость, многозначимость и сила этого врача-хирурга. Я закончила Целиноградский медицинский институт, но когда стала работать, у нас тогда же была столица в Алма-Ате, и единый методологический центр, это был институт педиатрии и детской хирургии. И все, что новое внедрялось, все изменения, реформы, все это прошло через этот институт. И Камал Саруарович всегда был впереди. Он был основоположником всех знаний в педиатрической службе. Много сделал для нас, для педиатров, потому что он добивался и прежде всего всегда настаивал, чтобы охрана материнства и детства в государственной политике были приоритетными. Он яростно и открыто всегда выступал на всех съездах, призывал для того, чтобы правительство, государство уделяло внимание именно охране материнства и детства. Во-вторых, здоровье детей зависит от специалистов, детских врачей. Специалистов недавно закрыли, в СНГ педиатрический факультет был закрыт. Что привело? Младенческая смертность значительно выше, чем в России, Украине, Беларуси. Многие заболевания увеличилось 1,5-2 раза, особенно на селе. Вот поэтому мы ставим вопрос о восстановлении педиатрического факультета. Ну, неоднократно писали президенту письмо, 32 докторов наук. Кто говорят дети, тот не может быть без специалистов. Сейчас семейный врач 7 лет обучается, 14 тысяч болезней у человека. Даже многие названия болезней трудно назвать. Поэтому недавно мы обратились, как его тестирование. Более 2500 написали восстановить педиатрический факультет. А общественные движения написали 17 представителей. Мы уходящее поколение, нам ничего не нужно. Но наши дети должны у высокоспециализированных врачей. Вот это страдает. Я говорю, начальство меня не любит, но я должен был сказать. Каждый раз, читая статью академика Ормантаева Камала Саруаровича, признанного в народе отцом детской хирургии, проговариваю тихо вслух для себя. Так может писать только он. Болеть за дело, связанное с судьбой людей, которое ему знакомо и за которое несешь, по его мнению, гражданскую, моральную ответственность, говорить и выступать об этом публично со смелой постановкой – это индивидуальная черта академика. Академик Салық Зиманов. Өзінің бір ерекше халық ел сыйлайтын қасиеті, бұл кісі мынау шындықты жақсы көреді, жақсылықты жақсы көреді. Жақсылыққа жаны құмар, жамандыққа жаны қас адам. Барлық мынау қоғамдағы келеңсіздіктер, өмірдегі келеңсіздіктер, кемшіліктерге
бейтарап, бейжай, немкетті, немқұрайлы қарай алмайды. Бәрі де өзінің жеке іс сияқты қабылдап, сондай әрқайсысына жауап береді. Өзінің өмірлік принципі бар, өмірде орны бар, өзінің сөзі бар, өзінің айтатыны бар халыққа, өзінің сондай пікірі бар азамат. Ол пікірі, ол көзқарасы халықтың, елдің пікірісімен ұштасып жатады. Халықтың, елдің сөзін сөйлейді. Халықтың, елдің мұңын жоғын жоқтайды бұл кісі. Ханның алдында да, қараның алдында да ақты ақ, қараны қара, барды бар, жоқты жоқ деп айталатын азамат. Ары, намысы жоғары. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деп жүрген азаматтың бірі. Үстінен бір сөз асырмай, ешкімнің алдында басын иімей, тізесін бүкпей, кеудесін ешкімге бастырмай, төбесіне ешкімге шықтырмай, бір періштедей өмір сүріп келе жатқан үлкен азамат. Камал Сарович отличало, знаете что? Самое главное, вот это, кажется мне, такая самоотверженность и нет чувства страха вот, за себя. Он всегда волновался за судьбу детей. Иногда вот казалось, что бесперспективные, затем же будет там, наказание следовать, да? То есть можно было отгородиться и сказать: извините, я ничего не могу здесь сделать, медицина бессильна. Иногда также врачи говорят, а он бесстрашно шел и всегда говорил: нужно делать все, чтобы попытаться спасти ребенка, сделать так, чтобы он был полноценным человеком. А то, что потом накажут, что потом будут разбирательства, об этом думай в последнюю очередь. Он нас так всегда учил. И вот эта вот его самоотверженность, она передавалась и ученикам. И мы старались быть похожими на него, быть такими же. Вот. И знаете, вот у Камала Саровича он иногда даже на авторитеты не смотрит. Если кто-то не прав из руководства, да, того же министерства, он всегда мог прямо выступить, поспорить, дискуссию устроить и всегда отстаивал интересы педиатров. Очень часто говорят: ну что такое педиатрия, что такое детство? Это тот же человек, он просто меньше. И поэтому там надо разрез меньше сделать. И в принципе это может сделать и любой взрослый хирург тоже. Отличие педиатрии не в том, что ребенок меньше, чем взрослый, и что разрез надо сделать меньше, а заключается в том, что если взрослый хирург может быть простым ремесленником, детский хирург должен быть миниатюром. И второе, он не может быть просто хирургом, он должен быть, если он будет настоящий детский хирург, детским врачом. Он должен видеть всего ребенка, знать здоровье и состояние всего ребенка, а не просто, что у него воспалился аппендицит, и его удалить или еще что-либо. Эти знания, это то, что он проповедует. Это надо знать, это надо впитать, как ребенок, впитывая чувства от матери через молоко. Должно было состояться радостное событие. Оно, конечно, и состоялось, но было омрачено тем, что нам срочно, маленькому ребенку, нужна была операция. Мы молодые, в абсолютной растерянности были. Маленького Камала из Талдыкургана по санавиации отправили в Алмату. А я с температурой, вообще почти в полубессознательном состоянии, осталась в Талдыкургане. И когда меня уже сюда тоже по санавиации переправили, мне даже не говорили, что предстоит операция, причем операция очень сложная. Крестцово-копчиковая тератома, это вообще была редкостная, в то время это очень редкий, такой тяжелый, сложный диагноз. И мы вообще все были уверены, что прилетит какая-то большая группа из Москвы оперировать. А мне сказали: нет, оперировать будет 40-летний Армантаев Камал Саруарович, 30 лет. 39 лет защитивший докторскую диссертацию, причем блестяще защитивший. Но, честно говоря, тогда мне до этого никакого дела не было. У меня была только одна мысль. Вот лишь бы с ребенком все было хорошо. Лишь бы мне казалось, что этот кошмар должен закончиться, и вот сразу все будет хорошо. Но, знаете, как ни странно, почти вот так ведь и случилось. Когда меня сюда уже привезли,
в 12-ю клиническую больницу. Получилось так, что Камал Сурарович был первым человеком, который меня познакомил с моим сыном. И, ну, конечно, после этого ни я там ни на шаг не отступала ни влево, ни вправо. И Камал Сурарович никогда не оставлял нас своей опекой, своей заботой. Горжусь. Он носит мое имя. С каждым днем интересуюсь. По всем показателям он с каждым днем растет. Большой бизнесмен. Вот. Я горжусь. Это внук Батыган Сеитова. 17 лет прокурором был. После операции Батыган Сеитов заходит ко мне в кабинет. Говорят, он держит в руках маленький. Ты дай свое имя. Я говорю, у казахов принято, говорю. Принято. Ну, я дал имя. Каждый раз встречаемся с ним. Он подрос, дальше будешь расти. Только высвист. Көп адамдар балалары жазылып, соның атын қойып, сөйтіп, сол балалар арқылы кәмекеңмен дос болғандар. Менің дос болуымның жолы бөлектеу. Менің балам кәмекеңнің қолынан қайтыс болды. Мен кәмекең менімен бірге жылады, менімен бірге қайғырды. Әрине, онда кәмекеңнің ешқандай кінәсі жоқ. Ол ғылымның бәрінің мүмкіншілігінен шегінен шығып кеткеннен кейін мен кешігіп барып Қызылордадан апарып, ол бала өзі шейіт болды. Оған кәмекеңде ешқандай кінә жоқ. Бірақ біздің танысуымызға осыдан 40 жыл бұрын сол себеп болды. Біз бір жерден болғанмен, бір елден болғанменен бірден таныса қойған жоқпыз. Вот сол баланың Алматыға апарып, соның шейіт болған үстінде танысып, біз содан бастап бүгінге дейін бірімізге біріміз ең жақсы жолдас болып кеттік. Сондықтан менің жолдастығымның басталуының кішкене ерекшелігі бар. Ол біздің жолдастығымызға, шын адалдығымызға ешқандай көлеңкесін түсіре алған жоқ. Өйткені оның адалдығын менімен бірге жылап, менімен бірге қиналып тұрғанын мен өзім көрдім. Сонда ол әрбір қаза болған ата-анаменен қайғысына ортақтасып, әрбір жазылған баланың қуанышына ортақтасып, бүкіл ел мен халықпен біте қайнасқан адам ғой. Одан артық адам болған. Сондықтан біздің сондай кішкене сырымыз бар. А потом спал, работы было? Не было. Желали? Не было. Так? Ну, когда упал, потом не плакал. Вот мне. Ну, посмотри, еще там. Ничего особого, işlerse zor. Ne? İşlerse bölgesinde. Değişir kurup da. Осы картиғанға дейін, әсіресе картиғанның кезінде, мына Ормантаевтарға әлі де сол, ана сол жерім ауырады, мына жерім ауырады. Әл ауырып баратса тек соны жұлып алатын әуел Алла, екінші осының хирург есебінде қолының өнерінің шеберлігі болады. Тұла бойында бар болмысында ірілік емес соған қарамастан. Тек қана кішіпейілдік, тек қана елгезектік болады. Врачи в силу нехватки средств на перспективу, они без клиники, без вот этих знаний, о которых говорит Армантаев, академик Армантаев, без них невозможно делать и современную медицину со всеми аппаратами, со всем оборудованием и лекарствами, что мы имеем. Диагноз должен предварительно ставиться врачом на основании разговора и обследования.
И этим он владеет в совершенстве. Нет. Сейчас надо компьютерный томографию. Хорошо, Кузяч, сделаем. Нет. Кто брал? У нас, помню, из моей практики был очень тяжелый мальчик, перенесший ожоговую болезнь, и тяжелейшие были контрактуры. Ну, практически этот мальчик был обречен на инвалидность. В один из приездов в Астану, тогда еще Целиноград, Камал Сарович его консультировал. И хотя все врачи отказались, сказали, что они не смогут, только вот паллиативные меры, то есть там обезболивание, какие-то там физиотерапевтические методы, но больше ничего они не смогут сделать. Камал Сарович взял свой институт этого мальчика, несколько операций сделал. И, вы знаете, я теперь знаю, что этот мальчик уже взрослый мужчина, он работает в банке, вполне успешный. И, наверное, всю жизнь свою он будет и его родители молиться и благодарить Камал Саровича. Осындай азамат болса, әрбір елде, әрбір елде ол бір үлкен мақтан сезімі, үлкен өзбектерде Камалмен мақтанады, Камалдың еңбегін еске алатынымыз алға тұтады. Қырғызда да мақтанып жатады, Камалды жақсы біледі. Ойдан бүкіл Орта Азия Советтер одағында Камал деген ат бір ерекше ат. Мақтан сезіммен айтатын ұлттың мақтанышына айналған азамат. Твои научные и практические работы стали настольными книгами для хирургов и педиатров не только в нашем Советском Союзе, но и за рубежом. Ты завоевал почетное место среди ведущих детских хирургов мира. Твоя многочисленная научная школа – это при жизни построенный памятник для твоего народа. Профессор Анатолий Пугачев, Россия. Когда о человеке помнят и говорят с благоговением, любовью и безграничным уважением не только родные дети. Вспоминаю все время стихотворение одной мамы, которая выразила, наверное, мысли нас всех. Она говорила руку. А вот руку хирурга, подарившего жизнь ее ребенку, второй раз вернувшего жизнь, действительно ее хочется целовать. С благодарностью и благоговением. Осы балаларға қамқорлық болмаса болмайды. Балаларды жылатуға болмайды. Ондай балалардың республикадағы әкесі деп есептеймін мен Қамкеңді. Әкесі. Балалар жүрегі нәзік Қамкеңнің. Ананың сүтінен басқа балаға ем жоқ. Ақылы дұрыс болады, денсаулығы дұрыс болады. Жалағаштың қай жерінде тұрасыңдар? Жаңақорған. Жаңақорғанда ма? Қаласында тұрасыңдар ма? Жаңақорған ауылдық жерінемін. Үлкенім мынау екінші ғой. Үлкенім нешеде? Үлкен 3 жарым жаста. Өзім мамандығым мұғалім. Маған берші, мен ұстап тұрайын. Молодец ей. Сен ақылды бала боларсың. Мен туралы қазақ фильмінде кинофильм түсіріп жатыр. Мына кішкентай балалармен. Мен сүйейін деп жатыр. Бетім бермейді. Молодец. Ей, артынан не қылмаңдар. Қозғамаңдар. Аба. Апты. Балаларың өсе берсін.